Құдай сіздерді жарылқасын, Құдайдың ақ батасы болсын, Құдайдың амандығы мен тыныштығы болсын. Құдай сіздерді ерекше сауықтырғысы келеді, ол сауықтырушы Құдай. Осы жерде Матай жазған ізгі хабар 14-ші тарау 34-ші аятта былай деп жазылған. Сонымен олар көлден өтіп Генесарет қаласының маңындағы жағаға жетті. Сол жердің тұрғындары Исаны танып қалып, бүкіл төңірекке кісі жіберіп, барлық ауру сырқауларын оның қасына алып келді. Көрдіңіздер ме? Құдіретті күшті Құдай ол сауықтырушы Құдай. Ол сізді де сауықтырады. Олар Исадан ең болмаса оның шапанның шетіне қолын тигізуге рұқсат етуін сұрады. Сонда тигізгендері бәрі де сауығып кетті. Құдіретті күшті Құдай ол біздерге әрқашанда саулық тілейді, әрқашанда ақ бата береді. Оның шипалы емі әуел бастан біздің өмірімізде күшті әсерін береді. Өйткені ол күшті Құдай. Әуел баста ол біздерге мәңгілік өмір сыйлады. Адам ата мен Хауа ананың осы жер бетіне келгенде олар мәңгі өмір сүру керек еді. Бірақ та тыңдамағандықтан, кінәнің кесірінен өмір ол қысқартылды. Құдай ол жеңілпаздығымен біздерге өзінің айқыш-ағашқа баруымен біздерге үлкен бағалы құн төлеп, біздерге мәңгілік өмірдің кілтін берді. Құдай иеміз ол қалайды біздердің мәңгі өмір сүргенімізді. Өйткені ол сол айқыш-ағашта өлімнің күшін жеңді. Мәңгі өмір біздерге сыйлау үшін, біздерге саулық сыйлау үшін, біздерге жарылқау сыйлау үшін. Құдай сіздерді жарылқап, әрқашанда ақ батасын берсін. Әрқашанда Құдайдың сүйіспеншілігіне кенеліп, осы киелі кітаптағы жазбаны қабылдаңыздар. Саулық ретінде қабылдаңыздар. Өйткені Құдайдың есімі Яхва Рафа, сауықтырушы Құдай. Ешқашанда сіздерге күмәндану келмесін. Өйткені осы киелі жазбада айтады. Иса өзінің туылған жеріне барғанда көптеген адамдар саулыққа мұқтаж адамдар. Олар саулықты ала алмады дейді. Не себептен? Өйткені олар күмәндана бастады. Олар күмәнді ой саналарына, жүректеріне жібергеннен кейін Иса сол жерде көп саулыққа мұқтаж адамдарды сол сенбегендіктен сол адамдар саулық алмады дейді. Сондықтан біздерге шынайы сенім керек. Егер де бізде Құдайға сеніп, Құдайға өзіміздің өмірімізді бағыштап, Құдайдан сеніммен сұрасақ, сол сенім арқылы біздерге сол саулық келеді. Өйткені Құдайға біздер келгенде біздер шынайы сеніммен келуіміз керек. Шынайы барлық жағдайды Құдайға тапсыруымыз керек, айтуымыз керек. Міне Құдай әке, мен саған келіп тұрмын. Мен мұқтажбын саулыққа, мен мұқтажбын сенің ақ батана, мен мұқтажбын сен толық мені сауықтыратын үшін мен сенемін. Соған мен мұқтажбын деп айтуымыз керек. Мына жерде Генесарет қаласының қасына келгенде көптеген адамдар Исаны сезіп келді. Өйткені ол сондай сүйіспеншілікке толы, сондай жаратушы ие, әрдайым көмек беретін, әрдайым мұқтаждарға жауап беретін Құдай болғандықтан, сол жерге келіп, олар бүкіл төңіректен ауру сырқауларды алып келді. Олар тек қана Исаның шапанына қолымыз тигізсек, соған рұқсат берсе, біздер сауылғамыз деп сеніммен келді. Сол жерде көптеген ғажайып Құдайдың істері болды. Сол жерде көптеген адамдар Құдайдан шипалы ем алды.
Қазірде осы өмірде әр адам Құдайдың сүйіспеншілігіне мұқтаж. Әр адам қалайды денесі саулықта болған. Әр адам қалайды Құдайдың жарылқауы, отбасында амандық пен тыныштық болғанын қалайды. Сондықтан Құдай ол біздер үшін еш нәрсе аяған жоқ. Көктегі Әкетайымыз жалғыз ұлын берді құрбандыққа. Біздер үшін, біздерге мәңгілік өмір беру үшін, біздерге ақ батамен амандық пен тыныштық беру үшін, біздерге саулық беру үшін. Сол адамдар, олар қуанып, саулық алған адамдар, олар қуанып Исаны одан бетер мадақтады. Құдай ол біздерді қалайды, әрқашанда біздер сол саулықты алғанда біздер оның киелі есімін мадақтап, алғысымызды айтып, сол куәліктермен бөліскенді ол қалайды. Құдай сіздерді жарылқасын, ақ батасымен толтырсын. Құдай сіздерге рухани, физикалық, эмоционалдық күш қуат беріп саулықтырсын. Иса Масихтың атынан сіздер үшін сыйынамыз әрдайым. Сіз Құдайға да, сіздерге де өте қымбат жансыңдар. Құдайдың ақ батасы болсын. Иса Масихтың атынан. Аумин.